Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін бізде 88-ші сабақ 20-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Қажымұқан Мұңайтпасов әлемге танымал болған тұңғыш қазақ палуаны. Ол өзінің спорттық жолын Петербургте бастады. Қажымұқан Франция, Германия, Бельгия, Түркия, Америка сияқты ірі мемлекеттерде өткен белдесулерде жеңіске жетті. Ол барлығы 26 мемлекетте болды. Осы сындарда Қажымұқан 48 алтын, күміс және қола медальдарға ие болған. 1927 жылы оған қазақ даласының батыры атағы берілді. Мәтін бойынша тапсырмаларға жауап берейік. Мына сұрақтарға жауап бер. Бірінші сұрақ: Қажымұқан Мұңайтпасов кім? Қажымұқан Мұңайтпасов әлемге танымал болған тұңғыш қазақ палуаны. Екінші сұрақ: ол спорттық жолын қайда бастады? Ол өзінің спорттық жолын Петербургте бастады. Үшінші сұрақ: қай мемлекеттерде өткен белдесулердің жеңімпазы болды? Қажымұқан Франция, Германия, Бельгия, Түркия, Америка елдерінде өткен белдесулердің жеңімпазы болды. Төртінші сұрақ: Қажымұқан қандай медальдарға ие болды? Қажымұқан алтын, күміс, қола медальдарға ие болды. Бесінші сұрақ: оның әлемге танымал болуының сыры неде? Оның әлемге танымал болуының сыры оған қазақ даласының батыры атағы берілуінде. Мәтіндегі етістіктерді тауып, негізгі немесе туынды екенін айт. Мәтіндегі етістіктер болған сөзі негізгі етістік. Бастады бұл туынды етістік болып табылады, себебі түбірі бас сөзі бастауыш, яғни не деген сұраққа жауап береді. Белдесу туынды етістік, себебі түбірі бел сөзі не деген сұраққа жауап береді, зат есім. Өткен негізгі етістік, жетті негізгі етістік, болды сөзі негізгі етістік, және де берілді сөзі негізгі етістік. 21-ші жаттығу: берілген зат есімдерден туынды етістік жасап жаз. Кезек, жыр, ой, шеге, би, тұз деген сөздер берілген, яғни зат есімдер. Қазір осы зат есімдерге жұрнақ жалғау арқылы туынды етістіктер жасаймыз. Кезек, кезектес. Жыр, жырла. Ой, ойла. Шеге, шегеле. Би, биле. Тұз, тұзда. Өзің қалаған 2-3 туынды етістікпен сөйлем құрап жаз. Балалар, қазір осы жерден 3 туынды етістікке сөйлем құрайтын боламыз, яғни: Арман еденді шегеле. Әлия еттерді тұзда. Меруерт би биле. 22-ші жаттығу: ребусты шеш. Балалар, суретте аққу мен тауықтың суреті бейнеленген. Қазір біз ребусты шешу үшін аққу сөзіндегі соңғы 2 әріпті және де тауық сөзіндегі соңғы 3 әріпті алып тастайтын болсақ, ребус шешілетін болады. Яғни аққу сөзіндегі 2 әріпті алып тастасақ, ақ сөзі қалады. Ал тауық сөзіндегі соңғы 3 әріпті алып тастасақ, та сөзі қалады. Сол кезде ақта сөзі шығады. Бұл жерде ақта сөзі етістік, туынды етістікке жатады. Себебі түбірі ақ сөзі бұл зат есім, оған жұрнақ жалғанып, туынды етістік жасалып тұр. 23-ші жаттығу: төмендегі үлгіні басшылыққа алып, сөздердің туынды етістік екенін дәлелде. Ұсақта, өрнекте, тырмала, достас сөздері берілген. Дәлелдеу үлгісі: ақта туынды етістік, өйткені оның түбірі ақ. Ақ сөзі сын есім. Оған та жұрнағы жалғанып,
қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Енді балалар, біз мына сөздердің туынды етістік екенін дәлелдеуіміз керекпіз. Яғни осы үлгі бойынша дәлелдейміз. Бірінші, ұсақта сөзі. Ұсақта бұл туынды етістік, өйткені оның түбірі ұсақ. Ұсақ сөзі сын есім, яғни қандай деген сұрақ қойылады. Оған та жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Келесі, тырмала сөзі. Туынды етістік, себебі оның түбірі тырма. Тырма зат есім. Не деген сұрақ қойылады? Оған ла жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Келесі, достас сөзі. Бұл туынды етістік, өйткені оның түбірі дос. Дос сөзі зат есім. Кім деген сұрақ қойылады? Оған тас жұрнағы жалғанып, қимылды білдіріп тұр. Сондықтан ол туынды етістік болады. Балалар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Видеоға лайк басып, міндетті түрде каналға тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Сол кезде келесі шыққан сабақтарды міндетті түрде бірінші болып көретін боласыздар. Осы сабақ бойынша сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып сұрасаңыздар болады. Мен міндетті түрде оқып, сіздерге жауап беретін боламын. Назарларыңызға рахмет. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.